Ал мен бүгін сіздерге мына жалпы жиек есудің ішінде жиекті біз таңдай қылып есептеген түрі бар, сыңар жиек деген, қос жиек деген түрі бар. Екі жиектің екі жібінің біреуін оңқай иіреміз, біреуін солақай иіреміз. Соны оңқай мен солақай екеуі таңдай болып түседі. Мен бүгін сол түрді жасап көрсетейін деп отырмын сіздерге. Ал мен міне оңқай есе бастадым. Былай есеміз, міне жүн жіптен міне мына ұқсап орап алып отырамыз аяғымызға. Дайындап алған міне әдейі. Бұны менен жаңа былай иірдім, солақай. Енді оны керісінше былай есуім керек, солақай болады. Міне сөйтіп екі түрлі жіпті иіріп бітірдім. Иірген жібімді қосып былай тігеміз. Жіптен мен шашақ төгем 4-5, негізі 10 қабат алып отырмын. 6, 7, 8, 9, міне 10 қабат. Бұл шашақты жалпы ортасынан жаңағы жіпті кіргізіп түйу үшін бұл 4 сала болу керек. Енді бір сала. Дегенде міне қарап отырсаңыздар, міне 2 қабатта бүктейміз. Біріншісін қойдық. Енді екіншісін сол мына шашақты ішіне кіргізіп қоямыз бүйтіп. Осы шашақты міне жаңағы таңдайлап жасап алған немізді, таспамызды ортасына кіргіздік. Енді мынаның әрқайсысын былай шыңдаймыз. Қараңыз, мынандай әдемі шоқпардай болып келеді. Сол кезде біз бұны қайтеміз. Мынандай жіппен белінен. Міне шашақтың бір басы осылай жасалды. Міне осылай барлығын шашақтың небірлерін түйіп, міне әдемі мата, сол матаға өзіміздің тоққан алашамызды салып, әдемі үлгіде соған мынандай қазақы үлгіде дейміз, мен де айтамыз. Осындай әдемі орындыққа декор жасап шығардық. Міне енді міне мынау қандай 3 түрлі осындай әдемі шашақ қылып